Біз міне белемшесін тоқып біттік. Енді біз мынау жақ бізде теріс жағы болып қалады. Былай аударғанда оң жағы. Енді біз полу столбик тоқып шығамыз. Белемшені айналдыра. Оны қалай тоқимыз? Бір ілмекті іліп аламыз. Екеусін бірге жібереміз. Бір ілмек іліп аламыз, мына екінші петляға. Көрдіңіздер ғой? Өзі көрініп тұр. Мына жерде міне ортасынан бір петля, мына тоқылған өрнектің үстінен бір петля, ортасынан бір петля, тоқылған үстінен бір петля тоқып отырамыз полустолбикпен. Көрдіңіздер, бір петля іліп аламыз. Мына ортасынан жібереміз. Бір петля іліп аламыз. Ортасынан жібереміз. Петля іліп аламыз. Тоқылғанның үстінен жібереміз. Түсінікті ғой? Мына ортаңғы теріс жағынан жібереміз. Бір петля іліп аламыз. Тоқылғанның үстінен жібереміз. Міне осылай айналдыра мына жерге келгенге дейін тоқып өтеміз.